Мөлдір мен Айшаның ұзату тойына да дайындық басталды. Көптен күткен қуанышты сәт орын алуға да санаулы күндер қалуда. Бір болғайық жобасының бетке ұстар мисс Қазақстан Мөлдірдің жүрегі ұйғыр жігіті Айшан деп соғуда. Көрсе көз тоймайтын, қарап отыра бергін келетін сүйкімді жұптардың той күндерін белгілеп инста парақшаларына жариялауда. Тойға қызу дайындық басталды. Бұл қуанышқа толы, бірақ біршама қарбалас кезең. Айшан мен Мөлдір тойларының жоғары деңгейде өткенін қалап отыр. Сол үшін қазірден жоспар құруда. Ең бірінші тойхана мәселесін шешіп, қонақтар тізімін дайындап, өмірде бір-ақ рет киетін ақ көйлегін өте ұқыптылықпен таңдауда. Ас мәзірін де тыс қалдырмай, әрбір келген қонақтардың көңілінен шығатындай етіп ұйымдастыруда. Алдын ала фотосессия жасап, өздерінің жанкүйерлеріне бөлісіп отыруда. Бейресми ақпаратқа сәйкес, ұзату тойы «Қосылайық» жобасында жоғары деңгейде аталып өтіледі деп жоспарлануда. Ал беташар рәсімі сезім бағы жобасында өткізіледі деген ақпарат та бар. Осылайша «Қосылайық» пен сезім бағы жобасы арасында өзара құдалық қатынасы орнап, үлкен қуанышқа ұласуда. Алайда бұл қуаныштың артында алаңдаушылық та жоқ емес. Бұған дейін сезім бағы жобасының жетекшісі Шах Мырзаның аяқ асты жобадан шеттетілуі тойға әсері болуы мүмкін деп алаңдауда. Себебі Айшан Шах Мырзаның сүйікті қатысушылары болған еді. Бұл жайт екі жобаның арасындағы қарым-қатынасқа да әсер етуі ғажап емес. Айта кетейік, Айшан жуырда Мөлдірдің ата-анасының алдына барып, Мөлдірдің қолын сұрады. Әлеуметтік желіде әрбір қадамдарын аңдып отырған көрермендер Мөлдірдің таңдауын қатедесті. Өйткені өз қазағың тұрғанда неге өзге ұлтқа тұрмысқа шығып жатсың деп Мөлдірге қатты ренжуде. Әсіресе өмір көрген апалар Мөлдірдің таңдауына алаңдауда. Әсіресе Айсұлтанның қолдаушылары өзіміздің қарадомалақ қазақтың сері жігіті тұрғанда неге сен өзге ұлтты таңдап жатырсың? Әсіресе сен Айшанның сұлу қыздарға құмар екенін біле тұра тұрмысқа шығып жатырсың. Айшанды аңдумен өмірің өтеді. Айшан сенімен шектелмейді, байлық не істетпейді. Саған үйленгенімен күндердің бір күні тағы да басқа қызға ғашық болып қалдым. Оған да үйленем десе сен не істей аласың деп жанкүйерлері пікір жазуда. Әр адамның өз таңдауы болады. Мөлдірдің жүрегі Айшан деп соқса, біздің қолдан тек бақыт тілеу ғана келеді. Әр адамның таңдауын құрметпен қабылдау әр азаматтық міндетіміз. Бізде өз тарапымыздан екі жасқа бақыт тіледік. Ұзату мен беташар тойлары жоғары деңгейде өтуіне тілектеспіз.